Молочная девочка тортын жасаймыз. Ең әуелі жұмыртқаға қойылатылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды салып, 5 минут көлемінде жақсылап миксерлеп аламыз. Одан аз миксерлемеңіздер, 5 минутта осындай әдемі болып шығады. Содан соң ұнымызға ас содамызды салып, жақсылап араластырып, үнерлегіштің көмегімен өткізіп, тағы да миксерлейміз. Міне осымен біздің тестамыз дайын. Енді арнайы формамызға 3 қасықтан сала отырып, 7-8 корж шығады. Барлығын пісіріп аламыз пеште. Содан соң кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біркелкі болғаннан кейін сливкимізді құйып, тағы да 4-5 минут миксерлеп жібереміз. Осымен біздің креміміз дайын. Барлық тортты кезек-кезек арасына крем жағып жинаймыз. Торттарымыз біркелкі болғаны дұрыс. Содан соң торттың барлығын жинаған соң, мен шетіне вафельный крошка қойдым, ал сәндеу өз еріктеріңізде. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған ләззат. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Менің YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар.